Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен көк пияз бен осы жұмыртқаны қосып жасайтын пирогтың рецебімен бөлісемін. Өте дәмді әрі тойымды болып келеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ыдысымызға жылы айранымызды, тұзымызды саламыз. Ашытқымызды, разрыхитель қопсытқышты, яғни қант және ертілген майды салып араластырып аламыз. Осы қоспамызға енді ұнымызды бөліп сала отырып жұмсақ қамыр илейміз. Қажетті заттардың барлығын описание бөліміне қалдырамын, сол жақтан көре аласыздар. Қамырымыз дайын болғаннан кейін 30 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Қамырымыз дайын болғанша начинкасын дайындаймыз. Оған бізге көк пияз осылай майдалап тураймыз. Жұмыртқамызды суға пісіріп дайындап қоямыз. Және оны үлкен шешесі бар үккіштен өткіземіз. Енді осы екеуін араластырып, дәміне қарай тұз, бұрышын себеміз. Және жақсылап араластырамыз. Отыз минут өткеннен кейін қамырымызды алып, осылай екіге бөлеміз. Біреуін аздау қылып аласыздар, екіншісін осылай үлкендеу қылып аласыздар. Үлкендеуін төменгі жағына бортик жасауға жаямыз. Ұн себе отырып, оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Және оны 24 диаметрлік формаға видеода көрсетілгендей етіп бортик қылып орналастырамыз. Ішіне начинкамызды саламыз. Және осы начинканың үстінен сары майды жұқалап кезіп қойып шығамыз. Егер оны қоймасаңыздар, пирогтарыңыз құрғақ болып қалады. Және екінші қамырымызды алып жаямыз. Және оны осы пирогымыздың бетін жабамыз. Екеуінің шеттерін бір-біріне біріктіріп, әдемілеп, бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Және қызып тұрған 180 градустық пеште 30 минут пісіріп аламыз. Егер де сіздерге видео ұнаған болса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Міне біздің пирогымыз дайын, осындай әдемі, тәтті, тойымды болып шығады. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет, ас болсын.